Мына биогумустың өсімдікке зияны табылды. Ол не десеңіздер, мына талдарыңыздың бәрі осылай жеміс көп сап кетеді екен да, сонымен бұтақтарының бәрі сынады екен ше. Биогумустың бір минусы осы болып тұр. Сол себепті мына биогумусты талға беретін кезде байқаңыздар, жеміс көп салып бұтақтарыңыздан, талдарыңыздан айырып қалуларыңыз мүмкін. Болмаса биогумусты берер алдын ағаштарыңызды жақсылап тәрбиелеп, бұтақтарын нығайтып, қалың қылып солай өсіру керек. Яғни өздерінің салған жемістерін көтере алатын дәрежеде ше. Мына көрдіңіздер ме, жемісті көп салғанда бұтақтардың бәрі түбінен сынып жатыр. Қазір мына жерде тағы бір үлкен бір бұтақ бар. Ол да жемісін көтере алмай сынып жатыр. Сол себепті биогумусты берер кезде байқаңыздар. Осындай болып сынып қалуы мүмкін да, жеміс талдарыңыз ше. Сол себепті ағаштарды жақсылап тәрбиелеу керек, жақсылап бұтақтарын мығым қылып, қалың қылып, солай өсіру керек та кішкентай кезінен. Биогумусқа тапсырыс беріңіздер, кез келген қала ауданға жеткіземіз. Баршаңызға рахмет. Біздің Инста, YouTube парақшаларына тіркеліп кетіңіздер, қолдауларыңызды аямаңыздар.